Сәлем бәріңізге. Бүгін сіздермен шаурма жасайтын боламыз. Біздің каналға міндетті түрде подписаться кнопкасын басыңыз, лайк басыңыз, қоңырауша белгіні басыңыз. Біз бірінші картоптарды осылайынан турап, жақсылап жуып аламыз. Оны қызып тұрған майымызға қуырамыз. Міне осылайынан біз картофельный фри жасап дайындап алдық. Енді біз тауықтың филесін тураймыз. Сіздер кәдімгі ет қоссаңыздар да болады. Мен кәдімгі тауықтың етін қосатын болдым. Дәл осы видеодағыдай турап аламыз, жіңішкелеп. Міне турап дайындап алдым. Енді бұны жақсылап тұздаймыз. Бұрыш қосамыз, қара бұрыш, қызыл бұрыш қосып, жақсылап отырып араластырып, бұрыштарын сіңіріп, дәмі тәтті болу үшін осылайынан араластырамыз. Енді майымызға қуырып аламыз. Бір 20 минуттай сонда қуырсаңыздар жетеді. Тауығымыз тез арада пісіп кетеді. Міне көріп тұрғандарыңыздай біздің тауықтың еті де дайын болды. Енді помидорымды жұқалап отырып, осы видеодағыдай тураймын. Достар, біздің каналға подписаться етіп, видеоларды басқа WhatsApp чаттарға жіберіңіздер ссылкасын, және астына комментарий қалдырыңыздар, видеоға лайк қойыңыздар. Міне помидорым турап алғаннан кейін енді қиярды да осылайынан тураймын, дәл видеодағыдай. Міндетті түрде видеоның астына рецептін қалдырамын, сол рецепт бойынша жасап көріңіздер. Міне қиярымды турап алдым. Енді менің барлық осындай дайындап алған заттарымды көрсетіп жатырмын сіздерге. Міне бірінші филемді салам, бірінші картофельный фриді саламын, үстіне кетчуп қосамын. Потом тауықтың етін қостым. Енді помидорды қойып жатырмын. Енді үстіне қиярымды саламын. Жақсылап отырып, осы лавашқа ораймыз. Майонез қосып алыңыздар осылайынан. Өте көп емес, орташа қоссаңыздар болады кетчуп пен майонезді. Қазір орағанда барлығы араласып кетеді. Лавашты жақсы жұмсағынан алыңыздар. Менде кішкене қаттылау болып кетті. Міне барлығын осылайынан орап алдым. Міне енді екі жағын табаға басып аламыз. Міне менің шаурмам дайын. Көріп тұрғандарыңыздай енді турап көрейік. Достар, міне қараңыздар, өте дәмді болып шықты. Сізде дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Бәріңізге сәттілік.